Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қыз балаларға арналған мектепке тағатын бантик жасайтын боламыз. Қазір қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Ал бантигімізді жасауға кірісейік. Сантиметрді алып, лентамыздың үстіне қойып, 4 сантиметр қылып белгілеп аламыз. Осындай бізге 9 штук және 7 штук керек. Осылай белгілеп болған соң кесіп шығамыз. Төрт бұрышты қып қиып шықтық. Енді шеткі жағын жарақталып кетпес үшін зажигалкамен күйдіріп шығамыз. Барлығын шеткі жағын күйдіріп шықтық. Енді бұрыштарын бір-біріне тигізіп, бастарын күйдіріп шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығын бұрыштарын күйдіріп шықтық. Енді келесі бұрышын бір-біріне тигізіп, шеткі жағынан тігіп шығамыз. Барлығын осылай тігіп шығамыз тағы да. Тігіп болдық. Артық жібін қиып тастаймыз. Бізге тағы да осындай 9 жапырақтан тұратын гүл керек. Барлығын тігіп шықтық, дайын болды. Енді фетрімізді аламыз. Оған осындай дөңгелек затты аламыз. Менде циркуль болмағасын, қолда бар дөңгелек затты алып, шеңбер сызып шығамыз. Оны қиып шығамыз. Енді резинге жібімізді аламыз, сантиметрді аламыз, 15 сантиметр етіп резинкамызды қиып шығамыз. Дайындап қойған шеңберімізді алып, бір-біріне майыстырып, ортасынан қиямыз. Ол резинге өткізу үшін қажет. Резинкемізді өткізіп, бір-біріне тігіп шығамыз. Тігіп болдық. Артық жібін қиып тастаймыз. Қиып болған соң клеймен тағы да бекітіп қоямыз. Қажет заттардың барлығы дайын болды. Енді бір-біріне кірелеп, бантигімізді жинап шығамыз. Бантигіміз дайын болды. Бізде осындай мектепке тағатын әдемі бантигіміз шықты. Менің каналыма тіркеліңіздер және де лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.